25 қазан бұл әр қазақстандықтың жүрегінде шоқ боп жанып, от боп алаулайтын күн. Бұл біздің елдігімізді, біздің мемлекеттігімізді, біздің тұтастығымызды, біздің бүкіл қазақстандықтардың басын біріктіретін ұлық мереке. Республика күні декларация қабылданғанда біздің елтаңбамыз, әнұранымыз, туымыз, теңгеміз бәрі бекітілді. Осы күні бізді бүкіл әлем тәуелсіз, дербес мемлекет ретінде таныды. Енді сондай мемлекетте өмір сүріп жатқан біздің қазақстандықтар, Құдайға шүкір, бүгінгі таңда еліміз аман, жеріміз тыныш, барымен базарлап, жоғын тауып, алға қаратай жылжып келеміз. Болашақта Қазақстанның бұдан да керемет болып гүлденеріне, бұдан да танымал болатынына, әлеуетті мемлекет болатынына мен сенем. Өйткені біздің ата-бабаларымыз осы күн үшін қанын төкті, жанын берді. Осы жерде көзінің қарашығындай сақтады, қорғады, бізге аманат етіп қалдырды. Ал сол аманатты біз кейінгі ұрпаққа да дәл сол қалпында одан да жоғары дәрежеде жеткізуге міндеттіміз. Бұл біздің маңдайымызға жазылған бақыт. Ал енді осы мереке биыл біздің мынау Асқар Тоқпанов театрының 90 жылдығымен орайлас келуі, қазақ театр өнерінің ұлы реформаторы Асқар Тоқпановтың 110 жылдығымен қарайлас келуі, соған арналған фестиваль осы күндердің аясында өтіп жату, бұл шынында да мемлекетіміздің бізге деген ықылас, пейілі, құрметі деп тануымыз керек. Мереке құтты болсын, құрметті қазақстандықтар, құрметті әріптестер. Таңымыз арайлы болсын, күніміз шуақты болсын. Аман есен болайық.